Кванттық жаңару. 3-ші апта. Енді біз былай жасаймыз. Бірде-бір ой, бірде-бір эмоция және бірде-бір әрекет бұрынғы өзіңізге байқалмайтындай өтіп кетпеуін, сізге өткенге оралмайтындай жағдай жасауымыз қажет. Мұны істеу үшін сіз бұрын білмейтін сана мен денеңіздің күйін танып білуіңіз керек. Әдетте бұл сезімдер қандай ойлармен байланысты болады? Сіздің басыңызда қандай ішкі дауыстар естіледі? Олар не дейді? Сіз қандай дауысқа құлақ асқыңыз келмейді? Өз ойларыңызды бақылаңыз. Ал енді түпкі сана бағдарламасынан жіліктеп бастаңыз. Сіз бір кездері өзіңізді қалай ұстадыңыз? Сіз қалай сөйлестіңіз? Сіздің санаңыздан бұл нәрселер ешқашан тайып кетпес үшін автоматты түрде жай күйіңізді мұқият қарап шығыңыз. Субъективті ақыл-ойды объективтендіру үшін, яғни бағдарламаны сырттан қарау арқылы, сіз онымен бір тұтас емессіз. Сіздің мақсатыңыз зейінге жету. Енді кім болғыңыз келмейтінін, қандай ойлардан, сезімдерден және мінез құлық дағдыларынан бас тартуды жоспарлап отырғаныңызды еске түсіріңіз. Бұрынғы жеке тұлғаның барлық аспектілерін анықтаңыз және оларды бақылаңыз. Басқа адам болуды шешіңіз. Және осы шешімнің энергиясы қалай сезінетінін есте сақтаңыз. Ал енді мен өзгеремін ойынын ойнаймыз. Сізге бұрынғы сезімдердің пайда болу қаупі бар 3 өмірлік жағдайды елестету қажет. Және барлық 3 жағдайда да дауыстап айтыңыз. Мен өзгеремін. Бірінші жағдай. Таңертеңгілік сәт. Сіз душ қабылдайсыз, жаңа күнге ойша дайындаласыз және кенеттен сізге таныс сезім келетінін байқайсыз. Байқағаннан кейін бірден қатты дауыстап айтыңыз. Мен өзгеремін. Дұрыс, оны өзгерту керек. Себебі бұл сезім сіздің өзіңізге деген сүйіспеншілігіңіздің көрінісі емес. Тәніңізге бұрынғы белгілерді қайта берудің қажеті жоқ. Сізге белгілі болғандай, нейрондар бірлесіп белсенді жұмысын тоқтатқанда, олар бір-бірімен байланысын үзеді. Сосын сіз оны еркін басқара аласыз. Енді келесі жағдайды елестетіңіз. Түс ортасы. Сіз бір жерге көлікпен келе жатырсыз. Кенеттен сізге тағы да әдеттегі мазалайтын ойларды тудыратын сезім келеді. Сіз қандай әрекет жасайсыз? Байқағаныңыздай бірден қатты дауыстайсыз. Мен өзгеремін. Дұрыс, оны тоқтату керек. Өйткені өлшеусіз денсаулық пен бақытты шақыруға бой алдырғанда, бір сәттік ләззаттан бұл өте маңыздырақ.
Сонымен қатар бұл эмоция ешқашан өзін өзі сүюдің көрінісі болған емес. Ақыл ой күйін өзгерткен сайын ескі нейрондық байланыстар үзіліп, сіз тәніңізге әсер етуді өзгертесіз. Келесі бір көрініс, соңғы көрініс. Мен өзгеремін. Сіз ұйықтауға дайындалып жатырсыз. Міне, сіз өз төсегіңізді салып жатқалы жатырсыз. Кенеттен сізді бұрынғы тұлғаға айналдыруға азғыратын сезімдер мазалайды. Сіз не істейсіз? Сіз қатты дауыстайсыз. Мен өзгеремін. Бәрі дұрыс. Енді бір уақытта белсендірілмейтін нейрондар бір сәтте ажырайды. Бір гендерге бірдей сигналдар беру арқылы сіз өзіңізге және бүкіл әлемде ешкімде, ештеңеде оған тұрарлық емес. Сондай-ақ сіз оны еркін басқара аласыз. Өз жолыңызды ашқыңыз келсе және емделгіңіз келсе, медитацияны жалғастырыңыз. Ол үшін арнаға жазылып, лайк басыңыз.